Қайырлы күн балалар. Бүгін сендер тура және жанама түрде тұжырымдалған есептер шығарасыңдар. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші күйші 10 күй тартқан, ал екіншісі оған қарағанда 4 күй артық тартып отыр. Біз екінші күйшінің неше күй тартқан табу үшін 10-ға 4-ті қосамыз. Бұл бізге жай есеп, таныс есеп. Ал енді дәл осы есепті жанама есепке айналдырсақ қалай болады? Біз бірінші күйшінің 10 күй тартқанын білеміз, сызбаны сызамыз. Екінші күйші одан 4 күй артық тартқанын да білеміз, сызбаны сызамыз. Бірақ бұл деген мәліметті сиқырлы сөзді пайдаланамыз да 4 күй кем деп мәліметті алдыңғы күйшіге, бірінші күйшіге бағыттап жібереміз. Байқасаңдар, бұл жанама түрде тұжырымдалған есеп болып тұр, кішкене күрделеніп тұр. Бұл деген сөзге үнемі назар аударып отырамыз. Енді бұл жағдайда біз екінші күйшінің неше күй тартқанын табу үшін тағы да 10-ға 4-ті қосамыз. Бірақ сұрағымызға назар аударайық және қайда бағытталғанын байқау керек. Енді бірінші, екінші есепке кері амалмен есеп құрастырайық. Бірінші күйші белгісіз, бұл 4 күй кем екінші күйшінің күйіне қарағанда. Екінші күйші 14 күй тартқан болса, бірінші күйші оған 4 күй кем тартқан болса, 14-тен 4-ті азайтамыз. Мүмкін сен басқа есеп құрастырған боларсың. Сосын сергіту сәтін жасап, теңдеулер шығаруға кірісеміз. Күрделі теңдеуді алдымен жай теңдеуге айналдырамыз. Ол үшін теңдіктің оң жағындағы санды өрнектің мәнін тауып аламыз да, әрі қарай жай теңдеудің шешу алгоритмімен орындай береміз. Ал 5-ші тапсырмада жұп сандарды 2 есе кемітеміз, демек 2-ге бөлеміз. Тақ сандарды 5 есе арттырамыз, демек 5-ге көбейтеміз. Сосын белгісіз компонентті тауып отырып, мына музыкалық аспаптардың атауын табамыз және музыкалық аспаптардың қандай көріністе екенін байқаймыз. Сосын балалар, сендерге жанама есеп пен жай есеп берілген. Жанама есепке назар аударыңдар. Бірінші қатысушы ән байқауына 16 ұпай жинаған. Екінші қатысушының қанша ұпай жинаған табу үшін мына мәліметке қараймыз. Бірінші қатысушы 16 ұпай жинаған, бұл екеуі артық болып тұр мынау қатысушыдан. Демек, мына екінші қатысушы неше ұпай жинағанын табу үшін 16-тан 2-ні азайтамыз. Және жай есепте де дәл осы мәлімет, бірақ бұл деген мәлімет жоқ. Бұл деген сөз жоқ. Бірінші қатысушы 16 ұпай жинаған, ал екіншісі 2 ұпай кем жинаған деп жай беріп тұр. Бұл жағдайда да азайтамыз. Екеуінің жауабы бірдей шығады. Балалар, сендер бүгін жанама түрде берілген есептер шығарыңдар. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.